Мен осы қаладағы елеусіздеу бір әкімшілік мекемесінде басшы дәрежесіндегі қызметкермін. Білім дәрежем жоғары. Мамандығым экономист. Бухгалтерия жағын, мекеменің экономикалық жобалау тараптарын бір кісідей білемін. Кезінде үлкен бір басқармада бастықтың экономика жөніндегі орынбасары болып біраз жыл қызмет жасадым. Аумалы төкпелі кезеңде ол мекемеде жабылған соң басқа жұмыс іздеуге мәжбүр болдым. Қазіргі жұмысым өзіме ұнайды. Жауапкершілік жоқтың қасы. Айлық жалақым да жаман емес. Одан да басқа үйтіп-бүйтіп дегендей, пәленшенің құдасы, төленшенің жиені деп аяқ жетер жерден іздеп келушілер де жеткілікті. Бірі істі болып келсе, кейбіреуі түрлі мәселелермен келеді. Әйтеуір тамыр таныстың, жаман абыройдың арқасында жұртқа көмектесіп жүремін. Мұндайда қазақ құр қалдырмайды. Алақаныма ақша басады. Жұмыс бітір деп берген қаражаттан да қарпы қалмаймын. Ортаға түскеніме сияқыны және аламын. Қазағым жұмысы біткеніне мәз. Мен есебін тауып, екі асағаныма мәзбін. Қатын, 2-3 домалақ қара торы ұл қыздарым бар. Саяжайды әлде қашан оралмандарға сатып жібердім. Әттең, ертерек арзандау кетті. Машинем бар. Әйелім ұсқынсыздау. Оған қоса бала баста, салпа етектеу. Өзімнен 7-8 жас кіші. Бұл менің 3-ші әйелім. Бірінші әйелімнің мінезі өте шайпау еді. Әке-шешеммен, туыстарыммен суықтау болды. Төркіні жақынның төсегі жиылмайтыны рас екен. Қашан көрсең үй толы кісі, демалып әлде қонақ шақырып сиқың болмайды. Сөйтіп онымен 4 жыл отасқан бір қызбен қоя бердім. Ағалар мен жеңгелер қатынның қолтығына су бүркіді ме білмеймін, айырылысуға келісім бермей біраз әлектеді. Бірақ жолын таптым. Оның өзі бір хикая. Ал екінші әйелім мықты бір дөкейдің байдан қайтқан қызы еді. Өз көйлегімді өзім жуып киіп, өз тамағымды да өзім пісіріп ішіп, онымен тұрған 1-2 жылдың ішінде тіпті жүнжіп кеттім. Табысым да жаман емес, бірақ ол төркіндеуі таусылмайтын болды. Қайынатам обалына не керек, мені керемет жұмысқа орналастырып қойды. Ерте кетем, кеш келем, іс сапарым да көп. Бір күні Атыраудан 2 күн ертерек қайттым. Түн жарымда өз кілтімен пәтерімді ашып ішке кірсем, менің орнымда бір сылыңғыр қара жігіт тырдай жалаңаш халде әйелімді құшақтап ұйықтап жатыр. Қапелімде аңырайып тұрдым да тез есімді жиып ала қойдым. Бірінші қатыннан жеген опығым бар. Дыбысымды шығармай, еркектің киімдерінің қалталарын жақсылап қарап, құжаттарын, ақшаларын сыпырып алдым да, цифрлы фотоаппаратты қолыма алып, шамды жағып келіп жібердім. Шырылдатып сүйретке түсірдім. Жігітті әй-шайға қаратпай, жалаңаш қалпымда подъезге аттандырдым да, әйелімді іш көйлекпен машинама мінгізіп, әкесінің дарбазасының алдында тастап кеттім. Сотқа арызды өзім жаздым. Болдыртпайтын фотобейнелер соттың да, дөкей атаның да аузын аштырмады. Әлгі жігіттің де төл құжатын сотқа табыстадым. Сөйтіп, айналдырған 1-2 айдың ішінде дәкең тағы да бойдақ болып шыға келді. Бірақ қайынатам бұрынғы табысты қызметінен есебін тауып тайдырды. Арада көп уақыт өтпей, оның өзінің де аяғы аспаннан келді. Парамен ұсталыпты. Менің қадірімді білмеген қызы осы қаланың және бір жігітіне күйеуге шығып еді. Үйренген әдет қалама және жұмысқа жүрісі әшкереленіп, алдыңғы тас кебін қайта киіп, қазір мейрамханалар мен кафелерді төңіректейді деп естідім. Бәріңе де сол керек деп мен жүрмін. Шыны солай ғой, менің тіпті жазығым жоқ. Енді аузы күйген ұрып ішеді дегендей үйлену мәселесін шетке ысырып қойып жүредім, бірақ жалғыздық бір құдайға ғана жарасыпты деп бекерге айтпайды ғой. Берекем кетіп сиқым қашты. Жасымда 30-дан өтіңкіреп бара жатыр. Солай ойлаңқырап жүргенде осы күнгі әйелмен бір тойға барғанда таныстым. Отыңқырап қалған қыз екен.
Тойдан кейін де бір-екі рет көрген соң ыңғайыма көнетінін сездім. Сөйтіп бірде оңаша отырғанда жай күйімді жайып салып сөз салып едім, болданып тас-талқан болды. Мен әлі есік көрмеген қызбын дей бе, шырағым-ау. Мен оны сарымайдай сақталып тұрғанында не шаруам бар? Маған тек қатын керек. Көрдік қой ондайлардың талайын. Болса болар деп едім, содан арамыз суып кетті. Бір күні Сапар деген досымның келіншегі босанып шілдехана жасады. Сол жерде әлгі менің есік көрмегенім де әке-шешесімен бірге келмесі бар ма? Танымаған кісі ұқсап сырт айналдым. Шынар досымның әйелі көзін қысып мені оңашада олардың өздеріне нағашы жұрт болып келетінін айтып, мен жөнінде біреулердің білгісі келіп іңкәр болып отырғанын жұқалап жеткізді. Әкесі анау деп сыртынан нұсқады. Содан той біткен соң қонақтарды апарып сала қойшы деп Сапар қиылды. Кемпір шалды өжеткенмен қоса машинаға салып жігіттің қыз ауылына қарай тартып кетті. Қыздың әкесі дұрыс кісі екен. Жол жөнекей өзі туралы біраз әңгіменің басын қайырып тастады. Үйіне барған соңда есіктен құрауыз жібермей шайға шақырды. Сарымайдай сақталғаным сызылып отырып шай құйды. Ахаңнан бірер рюмка тартып салған соң менің есімім кіріп, машинаны енді қалай айдап кетем деп санымды соқтым. Ауыл кісілері аңқау бола ма, әлде әкеге алдын ала ескертіп қойған ба, ол жағын маған беймәлім. Отағасы маған қонып кет деп пісіріп айтқан соң, мен машинаның жүк салғыш көлігінен тағы бір құл мойынды әкеліп столдың үстіне қойдым. Басты ауыртып, не керек? Сол түні болашақ қайнатамен қол соғысып, қызына құда түстім. Қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу бала болмайды деп болашақ ата-енеме 200 мыңды ұстаттым. Ертеңіне Сарымайым кәдімгідей қимай қош айтысты. Келесі сенбіде екі ағам жеңгелерімен келіп қызға құда түсті. Кешке таман төркінімен сыңсып, қоштасқан қалыңдықты алып қалаға қайттық. Дүрілдетпегенімен орташалау той жасап, жаңа қайын жұрт жақты күтіп жібердім. Қазір міне 10 шақты жылдың жүзі болып қалды. Осы қатыным Күлпәштен түтініміз Құдайға шүкір әзірге түзу шығып келеді деп әңгімесін аяқтады.